tileklerimizni aytyapti. Ko'ngil kuyimizni ko'tarayotgan, bugungi kunimizga sa'dlik tilayotgan do'stlarimizga qandaydir bir ishimizga yaxshi tilagimizni bildiramiz-da. Shuning uchun bizga mana shu yerga shartli chempionlikka kelaveramiz. Endi boshlayapti. Bizning yerga Aydaga qanday tilagi bor? Ayda bugun kunlik sa'dlik bo'lsin. Jaraydi. Kelesi Ayda Aminaga Bugungi kunlik sa'dlik. Amina. Bugungi sabahlik sa'dlik bo'lsin. Jaraydi. Jaraydi. Berasa bugun kunlik sa'dlik bo'lsin. Berasa sabahlik bizga o'qib. Jaraydi. İbrahim sabahından Nizam. O'tga kelamiz. Hozir ko'ngil kuchsiz. Her sabah Nizam. Молодец. Жарайсыңыздар. Балдар, бүгінгі күнімізге бір-бірімізге деген ыстық тілегімізді білдірдік. Енді осы жерде мен сіздерді бүгінгі сабаққа екі топқа бөліп жіберейін. Бұл жерде бізде онлайн стоп-ватч деген платформа арқылы біз екі топқа бөлінеміз. Мына жерде сіздердің аты-жөндеріңіз жазылған. Қазір екі топқа бөлінеміз. Қараймыз, кім қай топқа бөлініп, сол орынға отырамыз. Birinchi topdan Xitoy, birinchi topda bizga Mereke, Amina, Ibrahim, Aida, Ahmad, Muhammad, Ali. Birinchi topda. Tezdetamiz. Kelesi ikkinchi topdan Xitoy. Bizga ikkinchi topda Sanduvash, Rasul, Rasul, Dinara, Davletlar Rasul және Qaysa. Kelesi topda. İkinci topda. Bu qo'llarimizni olib, o'rnimizga joylashtiramiz. Balдар, biz o'tgan taqriqqa shou jasaymiz. Biz o'tgan taqriqda qanday taqriq o'tdik? Operatsiyalik juyada, endi operatsiyalik juyada taqriqida biz o'tgan sababimizdagi qurollarni bir-biriga sa'ylashtirib degan taqsimlarni boshlayapti. Sizlarga najotga hozir taqsimma berib, Loren Arts degan platforma orqali biz bugungi o'tgan taqriqni sirtlaymiz. Balдар, qarangchi, biz bu yerga qanday qurollar kompyuterning qurilmalarida, o'zi qurilmalarda ahvollarga birga sa'ylashtirib kim chiqadi? O'tgan taqriqda. Keling, yozing. Hozir tezdetda mushkulotdaymiz. Ya'ni mana yerda qanday qurilma ahvollarga sa'ylashtirib. Aytsa, jiyib bor. Hozir o'sha yerga kim qalay javob berdi, to'g'ri javoblarni ekranga qo'yib bo'lamiz. Apparatda yengillik. Kelesi. Berasiz kelib ketdi. Qay qurilmani? Mikrofon. Suratlarda qo'shamiz. Aslida suratlar dasturxonda. Mikrofon.
Mikrofonda dұрыс тапқан. Кім жасады? Біз. Иә, жарайсың. Жүйелік блок мен. Иә. Принтер бізде ақпаратты енгізуде. Ақпаратты принтер құрылғысы, ол ақпаратты қағазды басып шығару құрылғысы да. Ақпаратты енгізу құрылғысы бізде сканер деп аталады. Енді келесі мынау қайсы? Кернетақта қандай құрылғы? Кернетақта. Ақпаратты енгізу құрылғысы да. Мына жерде сізге екеуі басып кеткен, сондықтан қате көрсетеді. Енді жарайсыздар балдар өткен тақырыпқа өте құрылғыларды жақсы жаттапсыңыздар. Енді балдар бүгінгі тақырыпқа байланысты сіздерге бір сурет көрсетейді. Біз мына суретте не көріп тұрмыз? Және интернет желісінде бұл жерде қандай құрылғылар бар? Смартфон, флешка, және ойын. Енді осы құрылғылардың барлығы бізде қандай құрылғыға жалғанып тұр? Раутерге Wi-Fi желісіне да. Енді біз Wi-Fi желісін бүгінгі тақырыбымызды жаңа сабақтың тақырыбын аштық деп ойлаймыз, түсінікті де. Енді біз осы құрылғылармен біз интернет желісіне қосылу үшін бізге сымсыз желі, Wi-Fi желісі қажет. Бұл үшін біз сымсыз желілер тақырыбын бүгін өтеміз. Бүгінгі біз сабағымыздың жаңа тақырыпты аштық та, енді бүгінгі тақырыпқа назар аударайық. Бүгінгі тақырыбымыз біздің сымсыз желілер. Және сабағымыздың мақсаты сымсыз байланыстың түрлерімен танысамыз, және сымсыз желінің пайдасы мен зиянын ашамызда Wi-Fi Wi-Fi желісі арқылы біз қандай интернет желісіне қосыламыз, қандай құрылғылармен қосыламыз? Қандай? Телефонмен бірнеше адам сол Wi-Fi желісіне қосыла алады. Және не қосаламыз Wi-Fi желісіне? Телевизорды қосаламыз да? Және ноутбукпен ашықтай аламыз. Планшеттермен кіре аламыз да? Мына жерде бізде қараңыздар. Мына жерде бізде кішкене видео көрсетейін. Сіздер үй жағдайындағы біздің желілер туралы ақпарат береді да. Бізде мына жерде 4G білеміз да, және Wi-Fi желісі, және бұл дүниежүзілік желі да. Қазір видеоны тамашалайық. Sınırsız ayağınız korkuyorsunuz. Sınırsız yeterli modeller Енді бізде мына видеода желі жалпы екіге бөлінеді деп тұр. Сымды және сымсыз желі да. Суретке назар аударайықшы. Бұл жерде әр желіде ақпарат қалай беріледі? Сымды желі және сымсыз желі болып екіге бөлінеді. Біз сымды желіні қай жерлерде пайдаланамыз? Иә, біздің мектепте, интернет информатика кабинетінде балдар оқушылар қараймыз. Әр желіде ақпарат қалай беріледі? Сымды желі және сымсыз желі болып екіге бөлінеді да. Сымды желіге біз мысал келтірейікші. Бұл қай жерлерде қолданылады? Жоқ, біздің информатика кабинетімізде да. Себебі бізде бір интернет желісі хат арқылы беріліп, бірнеше компьютерлерге интернет желісін таратамыз. Оларды кабельдер арқылы таратамыз да. Ал сымсыз желіге
ол желілер екен да. Жарайсың. Келесі екінші. Браузер дегеніміз не? Кім айтады? Динара? Айта ғой. Яндекс браузерлерді. Енді біз Динараның жауабын тексерейік. Браузер интернеттегі сайттарды ашуға арналған бағдарлама, мысалы Chrome, Google және Яндекс-ті дұрыс жауап берген екен. Динара, жарайсың. Келесі үшінші сұрақ. Бізде қазіргі таңда интернетке ең көп қосылған құрылғы қандай? Қандай? Кім жауап береді? Кім жауап береді? Ең көп қосылған құрылғы. Бізде смартфон, да? Келесіде естеріңізде болсын, балдар. Келесі төртінші сұрақ. Желінің өнімділігі дегеніміз не? Бізде қазақша жүректе қателікте не? Желінің мысалы үлкен мәліметтерді аз уақытта желіге жылдам жеткізу. Мерекенің жауабы үлкен көлемді мәліметтерді аз уақыт ішінде жылдам жеткізу. Қазақша жүректе. Келесі. Қазақстанда алғашқы интернет қай жылы? Қосылай. Қайта ғой? 1991 жылы. Жауап дұрыс екен, да? Жарайсың, Сандуғаш. Келесі. Бізде интернет қай елде пайда болды? Ибрахим айта ғой. ақш-та 1969 жыл дейді. Біз жауабын көрейік. ақш-та 1969 жыл екен. Жарайсың, Ибрахим отыра ғой. Келесі. Бізде раутер. Раутерден қандай жауабы бар? Раутер дегеніміз ол мысалы бізде бір құрылғыны желіні әртүрлі құрылғыларға тарататын құрылғы. Мерекенің жауабын тыңдай. Интернет сигналын бірнеше құрылғыларға тарататын құрылғы. Жарайсың. Келесі. Wi-Fi сигналы неге Wi-Fi сигналы қай кезде әлсіз болады? Wi-Fi қалың қабырғалар және де кедергі істейтін роботтар немесе роуттың ескі болуы. Қабырғалардың қашықтығы дейді, раутердің ескі болуы дейді. Жауап өте дұрыс. Келесі. Интернетке қосылу жолдарын атаңыз. Wi-Fi ұялы телефон. Құрылғыларды. Сымсыз желі, Wi-Fi және ұялы телефонмен. Келесі. Желінің Wi-Fi желісі паролі не үшін қажет? Пароль қауіпсіздік үшін және де басқа адамдар рұқсатсыз қосыла алмауы үшін. Wi-Fi желісіне басқа адамдардың қосылмауы үшін да өте дұрыс. Келесі сұрақ, соңғы сұрақтар. IP мекен-жайы дегеніміз не? Кім біледі IP мекен-жайы? Амин айта ғой. IP мекен-жайы дегеніміз бұл интернетке берілген қатысты зат. Қазір жауабымды тыңдайық. Бізде интернетке қосылған әр құрылғыға берілетін бір белгілі сандық адрес дейді. Жарайсыздар. Келесі соңғы Wi-Fi дегеніміз не? Кім айтады? Айта ғой. Wi-Fi ол интернетке қосылу, сымсыз қосылу технологиясы. Wi-Fi желісі сымсыз қосылу технологиясы. Жарайсыздар. Ақпараттарды білдіргенсіздер. Енді осы жерде мен сіздерге екі топқа бағалау қағазын беріп кетейін.
bарлығын бағалайық, ең соңында жаңағы неше балл алғанын сол бойынша бағалаймыз. Енді балдар, енді бізде және бір қызықты ақпарат айта кетейін сіздерге оқулықтан. Бізде ақылды үйді білеміз ба? Иә. Қандай ол? Бізде умный дом деген біздің үйіміздің барлық жағдайы осы жаңағы сымсыз желіге қосылған. Бізде олар не үшін қажет? Мысалы біз қандай да бір үйге кіргенімізде есіктің өзіне өзі ашылуы, светтің жануы да адамның келуіне қарайды. Енді біз қолдарымызда телефондарымызға да смартфондарымыз осы арқылы біз сіздерге жеке тапсырма беремін. Бұл жерде жеке тапсырмамыз Бортбал платформасында жеке тапсырма күзет сұрақ 10 сұраққа жауап береміз. Бірнеше жауап бар, соның ішінен сіздер бір дұрыс жауапты белгілейсіңіз. Сол бойынша кім қанша сұраққа жауап бергенін мен бір-бірден қарап шығатын боламын. Түсіндіңіз ба? Енді ойыңызда экранда бізде QR бар. Бірінші топ келіп QR-ыңызды телефондарыңызға жауап беріңіздер. Иә? Қосайық? Айда қосайық. Иә? Қосайық? Қосылдық па сілтемеге? Келесі. Келесі топ келеміз. Иә, сізге бастай келеміз. 10 сұраққа асықпай, дұрыс жауап беруге әрекет жасайық балдар. 10 сұрақтың соңында бізде не істейді? Жауап көрсетеді. Кім қанша сұраққа жауап берді? Қай сұраққа дұрыс жауап бере алғаны? Барлығын соңында көре аласыздар. Иә? Бастай қойыңыздар. Сұрақты оқиық. Сымсыз желі дегеніміз не? Я бірге жасайық. Сіздер екеуін бірге жасайық. Ойда телефон. Әрқайсысы жеке-жеке. Сымсыз желі орнату қандай дейді? Ойланып, жауап беруге әрекет жасайық. Келесі. Сымсыз желіге бір уақытта қанша ақылы қосылады? Неше сұрақ? 10 сұрақтың 10-на жауап берген жарайсың. 10 сұрақтың 9-на жауап берген жарайсың. Иә, келесі сізде әлі бар. Сегізінші сұраққа келсек. Көмек қажет болса, қолымызды көтереміз. Жылдамдығы қалай? Қауіпсіз, қажет емес және пароль қойып қолдау арқылы. 9 сұрақ. Сымсыз желі қандай жағдайда жиі үзіледі? Келесі. Бағалау тарапына бағалап тұрамыз. Кім неше сұраққа жауап берген сатылғаш? Ерасыл 10 сұрақтың 10-на дұрыс жауап берді. Бағалау тарапына белгілейік екен. Бағалау тарапына
Неше сұрақ? 10 сұрақтың 10-ына дұрыс жауап бердім. Сандуғаш келесі болады. Телефондарымызды бір шетке қоямыз. Енді балдар, қараңыздар, сіздерге тағы да бір ақпарат бере кетейін. Қосымша ақпарат сымсыз желі туралы да. Сымсыз технология түрлері бізде 3 түрі: Wi-Fi, Bluetooth және WiMAX деген 3 түрі бар да. Wi-Fi-ді білесіздер. WiMAX дегенде бұл 10 километрге дейінгі қашықтықтағы сымсыз байланысқа мүмкіндік беретін жоғары жылдамдықты сымсыз технологиясы. Bluetooth'ды білеміз ғой да? Қанша метрге дейінгі аралықта пайдалана аламыз? 10 метрге дейін да? Дұрыс айтасыңыздар. Енді сіздерге бүгінгі тақырыпқа байланысты біз практикалық жұмыс орындайық та. Бұл қазір жұптық жұмысқа байланысты мен сіздерге осы отырған орындарымызда 2 оқушыдан бірігіп ноутбукте Word программасында тапсырма орындаймыз да. Word программасын іске қосайық. Microsoft Word. Практикалық тапсырма. Word 2007 деген бар. Жаңа енді қараңыздар. Барлық қосып па? Microsoft Word қазір. Русский кіресіңіз. Осының ішіне Microsoft Office дегенге кіресіңіз. Бірінші топ, екінші топ не істедім, бірақ осы орындарыңызда отырған оқушымен бірігіп жасаймыз да. Енді сымсыз желінің артықшылығы туралы жазасыңыз. Word программасына келесі сымсыз желінің кемшілігі туралы жазамыз. Түсіндік па? Мәлімдеріңіз. Артықшылығы және кемшілігі туралы өз ойыңызбен бүгінгі сабақта не дейсіз?
Tilde pasajlama koyamız. Yani tilde avdarak pasajlama. Yazamız bezir. Dört, beş söylüyorum size burada da. Artık şu an biraz gelişiyor. Salta söyleyebiliriz aslında.
дейді. Бұл деген кемшілігі бізде себебі Wi-Fi желісі күні бойы бізде қазір интернетке қосылады. Көпқа қосылып тұрады болғанда ол энергияны көп тұтынады дейді. Телевизор оқушы Ерасым оқи ғой. Бізде Wi-Fi оның алтыншы шарттары желіге кабельге қажет емес. Сымды желіге қарағанда сымсыз желіге жаңа құрылғыны жылдам қосуға болады. Сымсыз желімен жұмыс істеген ыңғайлы. Wi-Fi тапсырғанмен әлемнің кез келген түкпірінде жұмыс істеуге болады. Жарайсыздар. Бізде артықшылығын жазған өте сымсыз желімен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Және бізде сымды желіге қарағанда сымсыз желіге басқа құрылғыны, басқа телефонды Wi-Fi желісіне қосатын болсақ, тек қана пароль теру арқылы істейміз. Қосып бере аламыз да. Жарайсыздар. Келесі яғни жылдам қосуға болады. Сымсыз желімен жұмыс істеген ыңғайлы. Өте ыңғайлы дейді. Жарайсың. Келесі Бізде Wi-Fi кемшіліктері. Ол бізде желі тұрақсыздығы және де энергияны көп алады. Қауіпсіздік мәселелері, қашықтық шектеулі және де кедергілер әсері. Жарайсың. Келесі Мұхаммед Әли. Жылдам қосуға болады. Сымсыз желімен жұмыс істеген ыңғайлы. Wi-Fi жылдамдығы әлемнің кез келген жерде жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Жарайсыздар. Менің оқушылар қараңыздар, мен сіздерге Educa Provider тағы бір платформа деген сіздерге бүгінгі сабақта сіздер не үйрендіңіздер деген сұраққа сымсыз желі туралы қандай ақпарат алдыңыздар осыған байланысты QR-да тапсырма бар. Телефондарыңызбен тез келіп орындаймыз да. Кері байланыс. Бүгінгі сабақта не үйрендіңіздер? Сұрақтарға жауап беру арқылы бүгінгі сабақтың кері байланыс жасаймыз. Тез. 9 сұрақ бар іште. Сілтемеге кіреміз. Ерасыл кетеміз. Орындарымызға отырып, бастаймыз. Начинаем. Бастаймыз. Начальный. Сымсыз желінің негізгі артықшылығы не? Сымсыз желінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті тек пароль, шифрлау, физикалық қорғау. Апай болды ұпайлары шығып жатыр ма? Қанша? Ұпай. Очкосы 33. Апай болды 33 очко жинағансыздар. Апай 33 Және 33 келесі. Кім болды? Жолында сіздердің жинаған балыңызды көрсетіп береді. Қанша бал жинадыңыз?
Sizni ko'rsatuvchi ko'rsatdi. Nega? Bugungi saboqqa belsenli qarshisida Ibrahim endi ballar qo'limizdan telefonni olamiz. Mana yerda men sizlarga mana siltini jibib qo'yganimda, bu siltini orqali bizning bugungi saboqda kiri bayonimiz rasaymiz. Bugungi saboqda sizlarga o'rgandik, saboq qalay bo'ldi, saboq nimadimi, qay topshirmalar qiyin bo'ldi, qay topshirma yengil bo'ldi. So'ning barlig'ini o'zingiz fikringizni yozasiz. Bizga yerda siltiniga kirasiz. Mana Padlet forum degan platforma ochiladi. O'sha platformada biz najriya qo'shuv batmasi darsi orqali o'zimizning fikrimizni yoza olamiz. Tez-tez fikrimizni yozaylik. Mana siltini jibirdim-ku. Sol siltiniga kirasiz. O'zingizning bugungi saboqqa keri baylanishni jasab o'tirdi. Yaxshi bolalar, bugungi saboq tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. O'smen bugungi saboqimizni oyoqlaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar.